Кезек эми туугандар, спринтерлерге келип жеттик. Бортовой, грузовой, средний база, макси база, будка, пассажирлерди баарын тартабыз аралаш. Бүгүн 13 ноябрь 2021 жыл. Ошол 9 каттан баштайбыз сары түстө. 99-жылкы 2-9 тидай обмен жок экен. Только мына 307 000 километр жүргөн. Баасы $13,500 саап жатыр. Номери бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салону. Машина жакшы, без вложения дейт. Кузову да жакшы экен. Грузовой 9 кат. Мен негизи айтып кеткенде ушул жерде аралаш кылып тартып кете берем. Бул жерде будка дагы бар экен. Термо будка, үстүндө холодильник бар. Жыл 2004, 2.2 Сидай. Германиядан келген. Азыр Германиядан келген свежий полигон. Холодильник бар. Баасы азыр эсинен сурайбыз. 2 номери бар экен. Канча болот баасы? 14,5 берилиш. 14,5 14,5 беребиз дейт азыр. Бир дөңгөлөктөрүнөн көрсөтпөйүнчө жакшы кылып. Биякта бир ачып көрөйүнчү. Кыска мөөнөттүн ичине ват-паттан тартып көрсөтүп коеюн. Ушу термо бутканы бизде комментарийде өтө көп сурады. Базарда канча болот тартып кое алачы деп. Мына жерде бар экен, $14,500 беребиз дейт. Мында кийинки средний база грузов пассажир. Крафтер 2011 жылкы 2.5 коробкасы механика, баасы $11,500. Мына жердеги номери сиздерге азыр тосуп турат. Номери 501 915 715 деген номерде турат. Бул баасы жазылбаптыр, договорный деп жазбайыптыр, андан кийинки өтөлү. Эки бортовой турат, бортовойда кошо тартып кетебиз. Средний база 1 каттуу 2003 2.2 301 000 километр жүргөн, $11,800 дейт. Номери жок болуп атат, номерин кайдан тапса болот? Эси дагы жок болуп атат. Анан кийинки даяр тенти менен дагы бир средний база бортовой спринтер 2000 жылкы 395 000 километр жүргөн, 2.9 Тидай, $10,500. Эң акыркы номери 0785 08 0785. Спринтер негизи пассажирди грузовой кылган окшойт. Мен түшүнүгүм боюнча 316 Сидай 2006 жылкы 2.7 коробкасы механика, баасы $10,000. $10,000. Ford грузовой 9 кат 2013 жылкы 2.2 6 ступка. 9 кат не дейт. $7,000. Номери 0500 127 067. Средний база пассажир спринтер 96 жылкы 2.9 Тидай. Баасы $6,000. Номери бар, чалып сүйлөсөңүздөр болот. Анан кийин спринтер Rex бортовой 1 каттуу 2007 жылкы 2.2 дубл кабина. Баасы $13,500. Номери мына ушул номерге чаласыздар. Терезесине дагы чоптоп коюптур. Анан кийин негизи пассажирди грузовой кылып жарын отуруштарын алып салыптыр. Россиядан келген 9 кат. Жылы 2010 485 000 километр жүргөн, расстановка болуптур. Эсин өзүнүн атына. Мотору Rexton мотор экен, $9,600. Бул жерде грузов пассажир макси база 1 каттуу 2004 жылкы, мотору 2.9 Тидайдыкы басылган. Баасы $7,500 сурап жатыр. Номери 709 46 20 00 деген номерде турат. Ушул артынан дагы бир өтүп көрөйүнчү. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул Россиядан келген 9 кат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мында бул жерде дагы бир бортовой спринтер сары түстө. Жылы 2002-3 коробкасы механика, баасы $8,000. Силердики дос?
$8.000 деп. Şunda жылы 2003 2.3 болса, мотору простой былтыр басылған болады, басылып тұр, 2.3 мотор. Андан кейін дағы бір бүткі холодильник бар, 2003 жылғы, пробег 100.000 км жүріп тұр, 2 GT Siday механика. $17.000 деді. Қасымбекеге чалып тұрып сөйлесіп көресіздер. Андан кейін дағы бір 312 бортовый Maxi база беріс қапту, 99 жылғы 2.9 Siday механика, $9.200. Бұл жақта холодильнигі жоқ ұшады, дағы бір бүткі 9 кат Sprinter 2004 жылғы 2.2 Siday мотор, бағасы $10.500. $10.500. Қазір бізден алыстап отырыңыздар, бұл базардың баяғы учетта қойылып айдап жүрген спринтерлерді тартып тұрмыз. Қазір арасында свежий перегондар тағы бар, олар бұл жақта тұрады. Оларды тартып кетеміз. Ұстауай тұрыңыздар. Машу пассажирден баштайын. Беріс қапту, Maxi база. 99 жылғы 18 местекен, $9.000 деді. Моторы жазылмап тұр, 2.9 болушы керек, $9.000 деді. 9 кат грузовой холодильник бар, 2005 жылғы 2 GT Siday. Бағасы $13.000. Номері бар. Чалып сөйлесіп көресіздер. Бұл жақта дағы бір свежий перегон, термо бүткі. Беріс қапту, 177.000 км жүрген, жылы 2005, 2 GT автомат, $11.500. $11.500. Онан кейін бұл жерде дағы бір ұшында әлі бүтканы көрсетеміз, свежий перегон. 360.000 км жүріп тұр, жылы 2000, 2.2 механика, $10.300. Sprinter 9 кат грузовой 2003 жылғы 2 GT Siday, коробкасы механика, расстановка болған, бірақ қазіргі учурда оформление бөлелі екен. Бағасы $15-16.800 деп тұрады. Екі нөмірі бар, дөңгелектері қышқы. Свежий перегон. Кат Maxi база пассажир Sprinter 99 жылғы 2.9 Siday, коробкасы механика, бағасы $9.000. Байланыш номері бар, дөңгелектері қышқы. Оның жанында средний база грузовой пассажир. Жылы 2002 механика, $8.500. Номері бар, жалып сөйлесеңіздер болады. Андан кейін дағы бір пассажир Sprinter 416, 9 кат Maxi база, коробкасы автомат, 2005 жылғы 2 GT, пробег оригинал, бағасы $12.500. Туғандар, бұл жерде беріс қатту Maxi база, Sprinter грузовой срочно сатылады. 2.2 объем, жылы 2011. Бағасы $13.000. WhatsApp номері бар. Бұл жерде срочно деп жазылып тұрады. $11.000 деді, срочно. Ош Бишкекке өте популярды болып атады ошо Sprinter. Трассаға іздегендер көп болып атады. 2008 жылғы 2.2 коробкасы механика, пассажирский 9 места деді. Документально ошондой екен. 2 номері бар. Бағасы $12.500. Дөңгелектер азыр жайқы. Салоны.
средний база. Бияқта бортовой спринтер, дубл кабина, двускат, макси база, 99 жылқы, 2.9 стидай, коробка механикал, басы $10,400, свежий перегон. Бұл жақта даған бір средний база грузо пассажир, 316 спринтер, жылы 2005-2007, басы $11,500, только байланыш номері бұл жерде тұрады, ошы номерге чаласыздар. Ondan кейін дағы бір скапту Rex Maxi база грузовой 2011 жылғы 2.7 седай 150 км жүрген, басы $13,000. Бұл жерде дағы бір свежий перегон бортовой спринтер бір скапту 2003 жылғы 2.2 $11,500. Азыр салон ашып көрелі. Свежий перегон дағы бір грузовой двускат спринтер Rex 516 2009 жылғы 2.7 седай, коробкасы механикалы түстіпкі, Германиядан свежий келген, холодильник тағы бар, басы $18,000 сұрап топтыр. Макси база. Азыр үшін бәрін өтіп көрсетейінші. Дөңгелектері жайқы. Макси база. Үшінің жанында дағы бір Макси база грузовой спринтер бір скапту. 2012 жылғы 2.2 үстінде холодильник бар. Коробкасы механикалы түстіпкі. $15,000-дан $100, $1 доллар шүріп қойып тұр.